Тілдік бағдар бойынша ал үстеу туралы есіңізге түсіріп жіберейін. Үстеу дегеніміз не? Кім айтады? Үстеу дегеніміз не? Бекнұр айтады ғой. Қимылдың іс-әрекеттің белгісі, жайын, амалын, тәсілін, мақсатын себебін білдіретін сөздері үстеу деп аталады. Дұрыс, отырағы. Ал үстеу қандай сұрақтарға жауап бересің? Қайсымыз айтамыз? Әсем айтады ғой. Қашан, қалай, қайдан, деген сұрақтарға жауап береді. Жақсы отырағы. Келесі үстеулер құрамында қандай? Қалай болып көрінеді? Bir ойлайды ғой. Дара күрделі негізгі туынды. Ал дара үстеу дегеніміз қандай үстеу? Кім айтады? Нұрбек айтады ғой. Ал күрделі дегеніміз не? Күрделі дегеніміз не? Малик айтады ғой. Күрделі үстеу дегеніміз негізсізден бірігіп, қосарлары тіркесін арқылы ұсталған. Үстеу? Дұрыс, отырағы. Ал туын үстеу дегеніміз не? Туын үстеу. Қалай сұрады? Не жауап қостады не? Жаңылысын айтады ғой. Дұрыс, отырағы. Ендеше балалар еске түсірді. Бүгінгі күннің жартыжазы қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері деп жазғаныңыздар. Тілдік бағдар бойынша қазақтың салт-дәстүрлері сол үстеу, тілдік бағдар бойынша мезгіл үстеу өтетін тақырыбымыз. Жазғаныңыздар. Сабақтың мақсатын көз жүгіртіп қарап алайыңыздар. Жазып болса, тақтаға қараңыздар. Тақтада не көріп тұрмыз? Қандай суреттер? Суреттер қандай салт-дәстүрлер? Сосын көтерілген мәселені бол жайыңыздар. Ал кім айта қояды? Не көріп тұрмыз суреттен? Кім айтамыз? Абдрахман. Тұсаукесер той көріп тұрмыз. Беташар дұрыс айтасың сосын. Бесік той. Мынау не? Әлақандай той кеңсеп тұр? Мақа беру. Дұрыс. Бұлардың барлық не балалар? Қазақтың салт-дәстүрлері екен. Жарайды. Қазір сіздерге ән тыңдайсыздар. Әннің ішінде қазақтың қандай салт-дәстүрлері бар? Мұқият тыңдап отырыңыздар. Түсінікті ғой балалар?
жолы ашық болсын деген айлықты айтамыз. Тыңдалмайтын екен салт дәстүрлерін атайсыздар, берген тілектер өлеңде аталған салт дәстүрлермен сәйкестендіресіздер. Ал естеріңізге түсіріңіздерші. Құтты болсын деп. Қай уақытта айтамыз? Тұсаукесер тойындамыз. Ал бауы берік болсын деген қай уақытта айтамыз? Шілдеханада айтамыз. Ал жол ашық болсын дегенді? Қыздар ұзату тойында айтамыз дейді. Бар, солай ма тілектеріңіз? Жақсы ендеше, балалар тыңдап ала қойыңыз. Тексере қойыңыздар өздеріңізді. Бағана өлеңде қандай салт дәстүр? Шілдехана, бес той, тұсаукесер, сүндет той, құда түсу, сырға салу, беташар. Ал қайсысы айтылмай қалды? Өздеріңіз білесіздер ғой. Олай ма? Енді берген тілектер құтты болсын деді. Тұсаукесерді айтылады екен. Бауы берік болсын деген шілдехана. Ал жолы ашық болсын деген сүндет тойдатады. Біздер жаңағы жол ашық болсын дегенді беташарда деп айтты. Солай ма? Пәтерлеріңізді көріңіздер ғой, білдіңіздер ғой. Ендеше өткен сабақтамалар біздер үстеудің құрамына қарай түрлерді өткен болатынбыз. Енді үстеулердің мағынасына қарай үстеу. Өздеріңіз айтыңыздар түрлі іс-әрекеттің түрі берген амалын, тәсілін, сипатын, жай-күйін, мезгілін, мекенін білдіріптеріңіздер. Сұрақтар қаша, қалай, қайда, қаншама, не себеп деген сұрақтарға жауап береді. Енді үстеулер мағынасына қарай 7 топқа бөлінеді. Мезгіл үстеу, мекен үстеу, сын қимыл үстеу, мөлшер үстеу, күшейткіш үстеу, мақсат үстеу, себеп, салдар үстеуі. Енді сол 7 үстеудің ішіндегі бүгін өтетіндеріміз мезгіл үстеу, іс-әрекеттің, қимылдың өту мезгілін білдіреді. Қашан, қай уақытта, қашаннан деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға, биыл, күзде, ала жаздай болды. Бұлар қандай үстеулер болып саналады балалар? Қандай үстеулер? Мезгіл үстеулер. Үстеулер сонда мағынасына неше топқа бөлінетін болды? 7 топқа бөлінетін. Ендеше кітаптарыңызды аша қойыңыздар. Үшінші тапсырма. Кітаптарыңыздың 126 ретінде қарап қойыңыздар. Не істеу керек деп бергенде сөйлемдерден мезгіл үстеулерін тауып жазасыздар. 3 топтың оқушылары. Бірінші топ 2 сөйлемді, алғашқы, екінші ойдың оқушылары. Үшінші 4 сөйлемді, үшінші ойдың оқушылары, 5-6 сөйлемдерді жазасыздар да ішінен нені? Мезгіл үстеулерін теріп аламыз тек қана. Оқып шығасыздар, тек қана теріп жазасыздар. Түсінікті ғой? Бірінші топтан кім тақтаға келеді? Рауль келеді ғой. Екінші топ, екінші ойдан кім келеді? Екінші ойдан қайсыңыз келеміз? Әлбей келеді ғой. Ал үшінші ойдан Виктор келеді ғой. Ортасын бөліп жүйе қойыңыздар. Олар орындағанша қалған оқушылар тек бәрін көшіріп жазбаймыз, оқисыздар да тек қана үстеуді теріп жазасыздар. Түсінікті ғой? Өздеріңіз сосын көріп оқисыздар. Түсінікті ғой да? Түсінікті ғой да көрге? Түсінікті ғой да саяқ? Сендер нешінші? Үшінші, төртінші. Үшінші, төртінші ішінен нені тауып аламыз? Мезгіл үстеуін тауып аламыз екен. Көшіріп жазбаймыз, Рауль. Тек қана үстеуді. Кім Әлібей? Үстеу теріп жазамыз, тек қана үстеуді. Тракмен кетір. Үстеуді теріп аламыз. Бірінші топтың оқушылары тексере қояйық. Оқи ғой. Ол дәулемді шығарғаннан кейін ертең болатын сабағына ұзақ әзірленіп кеш жатты. Үстеу? Бұл жерде мезгіл үстеу ертең. Сұрағы қашан? Дұрыс. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Екінші? Күзді күні жерді жыртып тастауға қол босамады. Бұл жерде мезгіл үстеу күзді күні.
Сұрағы Қашан. қашан дұрыс отырады. Келесі екінші ой әлбей оқи ғой. Önce uzun boylu aşağı yüzde aklıma eğildi. Иә. Істеу қайсысы мезгіл істеуі? Önce Сұрағы? kışın. Иә, қашан? Так, келесі? Geçenge Boraş Moskva konservatoriyasına жүріп кетті де мен баяғы шаштаразға келдім. Иә. Ертеңге. Ертеңіне. Қандай істеу? Иә, қашан? Қандай істеу? Мезгіл істеуге. Келесі Бектұр? Иә, ауызша оқи ғой. Жуырда бұл өткен ақындар айтысында бірінші жас талапкер есімі белгілі болды. Бұл жерде мезгіл істеу жуырда. Қашан деген сұраққа мектеп болсам жерімді жеп қоямын деп ұстарамын. Күнде отырармайды. Ерте. Бұл жерде мезгіл істеу. Сұрағы? Сұрақ қашан? Балалар дұрыс па? Бәріңізге де солай болып шықты ма? Жарайды. Ендеше тақтаға қараңыздар. Тақтада үстеулер берілген. Сол үстеулерді бағанаға топтастырамыздар. Негізгі үстеу, туын үстеу, күрделі үстеу. Бірінші топтау. Бірінші топта отырған оқушылар. Бірінші бойда отырған, бірінші вариантта отырған оқушылар. Екінші топта отырған оқушылар. Сіздер жаңағы істеуіңіздер мезгіл үстеуден тауып қалуышсыздар. Міне бірінші топта оқушылар, міне екінші топта оқушылар. Түсінікті ғой? Бірінші топта оқушылар. Жазғы күні таңертең, ерте, ала жаздай, кеше, қазір, қыстай, орысша, ендігі әкелген. Негізгі туынды күрделі. Ал қазір жаза қойыңыздар. Так, тезірек жаза қойып. Үстеулер жаза қойыңыз ғой. Так, негізгі істеу қай қатарға, туын істеу қай қатарға, күрделі істеу қай қатарға. Тезірек жаза қойып қалды. Орындарыңыздар. Так, Настя. Жақсы, болды. Так, кім айтады? Жазғы күні қандай істеуге жатпыз? Негізгі істеулер кім айтады? Жазғы күні қандай істеуге жатты? Бекнұр? Жазғы күні мезгіл істеуге жатты. Жоқ, қандай? Сендер. Иә, мезгіл істеуі. Так, сосын тағы мезгіл істеуі. Қайсысы мезгіл істеулері? Жетті, таңертең. Ерте, таңертең. Сосын кеше, қазір. Қандай істеу? Мезгіл істеулері екен жақсы отырған. Ал бірінші топта оқушылары. Бөлдік па? Негізгі туынды күрделі түрлеріне қарай. Малика. Так, айтамын. Жазғы күні. Күрделі істеу. Жазғы күні күрделі істеу. Таңертең күрделі істеу. Ерте негізгі істеу. Ала жаздай күрделі істеу. Кеше негізгі істеу. Қазір негізгі істеу. Қыстай негізгі істеу. Орысша туын істеу. Ендігі әрі Ендігі әрі